Қылманның өнері. Бұрынғы өткен заманда Бағдат шаһарында Қылман деген бір ақылды адам болған екен. Бағдатта оның әр түрлі дәрігерлік өнерімен атағы шығады. Мұны естіген Бағдат патшасы Қылманды өзіне шақыртып алдырыпты. Патша күн сайын онымен бірге кеңесіп отырады екен. Қылманның өнерлеріне таң қалып жүреді екен. Бір күні патша үлкен уәзірін шақырып алып, бұл Қылман өте ақылды және өнері де көп адам екен. Осыны уәзір етсек қайтеді дейді. Уәзір патшадан бұл сөзді естіген соң, Қылман уәзір болса бізді орнымыздан түсірер деген ойға келеді де, ей патшам, бұл Қылманнан мен қорқамын. Өйткені басқа адамдар істей алмаған нәрселерді бұл істей алады. Сондықтан бір күні сізді де бізді де өлтіріп, өзі патша болып алар деп қорқамын дейді. Патша кенет ойға қалады да қапа болып, мұндай ақылды адам патшаларға зиян болады екен ғой. Енді бұл Қылманды не қыламыз? Тез көзін жойып өлтіреміз бе? дейді. Уәзір қуанып, ей патшам, әуелі одан 3 қылым түрлі сұрап алайық, содан кейін біліп алған соң өлтіре жатармыз дейді. Олай болса, Қылманды не қылсаң да өзің біл, сенің қолыңа бердім дейді патша. Сол күннен бастап Қылманды патшаның алдына келгізбейтін болды. Қылман уәзірден, патша мені неге кіргізбейтін болды деп сұрағанда уәзір оған, патшаның уақыты болмай жүр дейді. Қылман ақылға салып ойлайды да патшаның жаратпағанын біледі. Уәзір, ей Қылман, патшамыздың сізден сұрайтын бір сауалдары бар. Сол сауалдарға жауап беріңіз дейді. Мен әрқашанда қызметтеріңізге даярмын деп Қылман жауап береді. Уәзір, бірінші сауалы, қол астындағы дұшпанды ұстауға, өлтіруге жетік болу үшін қандай ғылымды оқу керек? Екінші сауал, патша қол астындағы халқын қайтсе байыта алады. Осы 2 түрлі істің амалын бізге жазып беріңіз дейді. Қылман, мұндай ғылымдарды жазып беруге 2 жыл уақыт беріңіздер дейді. 2 жыл тұрсын, 2 ай бермейміз, 2 жұмада жазып бересің дейді уәзір. Қылман 2 жұмадан кейін өзін өлтіретінін біледі де, менің бұл істер туралы бар ақылымды сарп қылып, неше жыл жазған кітабым бар. Енді мен соны 1 жұма қарап, қатесін түзеп берейін дейді. Уәзір қуанып шығып кетіпті. 1 жұмадан соң Қылман уәзірге келіп, кітапты түзетіп болдым, бірақ патшаға өзім тапсырсам екен дейді. Уәзір Қылманды патшаның алдына алып барған соң, Қылман кітапты патшаға береді. Патша уәзірге, Қылманды сыйлаңыз, қазір 1 кесе шарап құйып беріңіз дейді. Уәзір у салынған шараптан 1 кесе құйып береді. Қылман шарапта у барын сезеді де, уәзір мен ханға сездірмей, қалтасынан бір кішкене түйіршік тұз секілді нәрсені кесеге салып жіберіп, біраздан кейін шарапты ішіп салады. Аздан соң у ішкен адам секілденіп, қиналып тұрады да кесенің түбіне ұйыған уға саусағын малып уәзірге, әй уәзір шырағым, кітапты бердім, көп пайдалы кітап, әсіресе сіздерге керегі мына беттері, не істейтінін мынау арада жылдам жаздым деп уды кітаптың беттеріне жағып жібереді де патшадан рұқсат сұрап шығып кетеді. Уәзір мен патша Қылман шыққан соң кітапты алып жазуды қараса, кімде-кім осы кітаптың қағазын 10 ретке дейін жаласа, ол кісінің қуаты тіпті кемімейді депті. Патша мен уәзір бұған қуанып, кітаптың жазуындағы айтқан бетке шейін қағазды жалайды, сөйтіп өз уынан өздері өледі. Сол кітапта патша қол астындағы халық тыныш болсын десе, әркімді ақ көңіл, әдепті қылып үйретсін. Патша қол астындағы халық бай болсын десе, әркімді еңбекке тәрбиелейтін болсын. Патша қол астындағы зұлымдықты тиямын десе, әуелі өзі зұлымдықтан тыйылсын деген екен.